Хабарыңыз бар, республикамызда бір қатар министрліклер, оқу орынлары һәм тиеслі шөлкемлер тарапынан Арал теңізіне поезд жасылар экологиялық акциясы болып өткен еді. Акцияның алдына қойған тикарғы мақсаты Арал бойы аймағында жүзеге келген экологиялық машқалалар хақында кең жайметшілікті. Әсіресе жасылар арасында хабардарлықты асыруға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруге һәм жасыларды осы бағдардағы белсенділігін арттыруға қаратылған. Нөбеттегі репортажымыз акция қатынасушыларының Қарақалпақстан бойлап әмелге асырған саяхаты хақында. Өзбекстанның барлық аймақтарынан сайлап алынған 600-ден астам белсенді жастар Нөкіс темір жол вокзалында салтанатлы жағдайда күтіп алынды. Онда сөзге шыққандар бүгінгі экологиялық тұрақтылықты сақлауға қаратылған бір қатар ләжлар һәм оған жастарды және де белсенді қатынасуға бағдарлауда бұндай акциялардың ахиметіне кең түрде тоқталып өтті. Оның шеңберінде орын алған ләжлардың кестесі бойынша да мағлұмат берілді. Bu tadbirda o'tkazish asosiy maqsadi Qoraqalpog'istonda boy tarixi, madaniyati, ekologik muammolari, turizmini rivojlantirishga qaratilgan tadbir. Bu bizni yoshlarimizni bir-biri bilan jipslashtirib, Orol muammolarini yechimini topishga, shu yoshlarni bilimini, iqtidorini jalb qilish. Акция қатынасушылары Нөкіс районындағы халықаралық Арал бойы инновация орайында болып, ол жердегі жұмыслар менен танысты. Laboratoriyada shunday cho'lda yetishtiriladigan, ya'ni cho'lda chidamli bo'ladigan o'simliklarni qanday urug'lar ekilyapti, qanday yetishtiryapti, tanishib chiqmoqdamiz. Ләж davomында студент жастар пайтақтымыздағы Советский атындағы Қарақалпақстан мемлекеттік көркемөнер музейінде болып, көптеген экспонатлар арасында әлбетте Мойнаққа, Арал теңізінің тарихын, оның бұрынғы ажайып табиғатына, толып тасқынлаған теңіз жағалауларына, сондай-ақ бүгінгі күнгі экологиялық апатшылық жағдайға түсіп қалған көріністер һәм басқа да тарихи естеліктердің куәсіне айланды. Muzeyga tashrif buyurdik. Bu yerda mana tarixiy eksponatlar, ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Juda ham qiziqarli, esda qolarli ham tashrif ham sayohatdan biri bo'ladi. Aksiyada qatnasib o'tirgan yoshlar Berdaq atындағы Qoraqalpoq mamlakatlik universitetida de bo'ldi. Dastur davomida biz Qoraqalpoq davlat universitetida bo'ldik. Aynan muzeylarga tashrifdan keyin kelganimizda eng yoqqani turli xil millatlar, elatlar vakillari asosida kiyingan qizlar juda ham ajoyib va kayfiyatimni ko'tardi. Ayniqsa kirganimizdan so'ng tashkil qilingan ko'rgazmalar men juda ham katta taassurot qoldirdi. Bilardim, juda ham ko'p millatlardan san'at asarlari va madaniyati bilan tanishdim. Universitetте шөлкемлестірілген ilmiy konferensiyada Арал теңізінің машқаласын жеңілдету, оның ақыбетлерін жұмсарту бағдарында алып барылып атырған ilmiy жұмыслар хақында түсініктер берілді. Сондай-ақ акцияда қатнасушы студенттерді аймағымыздағы экологиялық машқалалардың ақыбетін жұмсарту бағдарындағы пікірлері де тыңланды. Күн davomida poytaxtimizning bir qator o'rinlarida bo'lgan tanishgan student yoshlar bayram kechasine qatnashmoqda. Albatta bu yerda kayfiyat juda yuqori darajada ularga ajoyib konsert бағдарламалары qo'yib berilmoqda. Ularning elimiz bo'ylab sayohati davom etadi. Солай етіп, жаслар қатнасуындағы туристік саяхаттың екінші күні де оға да қызықлы һәм мазмұлы давам етті. Белсенді жаслар бұл күні өзгеше сезімлер, өзгеше кайфиятлар менен Мойнақ районына жол алды. Арал теңізінің бұрынғы тасқынлаған жағдайын, бұл жердегі қайнаған минет, балықшылықты естетедіғын кемелер қабірстаны. Һәм сол дәуірдің тарихын өзіне қамтыған музей ғана міне сол жылларды естетпекте. Бүгін акция қатнасушылары Мойнақта болып, бұл тарихи орындар менен жақыннан танысты. Арал жағалауларында Мойнақтың тарихқа айланған орындарындағы экологиялық машқалалардың келтіріп шығарған көріністерін тікелей куәсі болған жастар оға да тәсірленді. Флора һәм фауна дүниясын қорғау, һәр бір қарыш жердің қадіріне жету керектігін көңілдеріне түйді. Albatta bugun biz bu yerga kelar ekanmiz. Men o'zim ham birinchi marta tashrif buyurdim. Hali bu yerga ekologiyaning naqadar ahamiyatli ekanligini qo'yarsa, tabiatdagi har bir narsa muhimligini, tabiatdagi biror bir zanjir uziladigan bo'lsa, uning qanday muammoli, fojiaviy oqibatlarga olib kelishini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, guvohi bo'ldik. Bundan keyin mana Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti talabasi sifatida bunday muammolar bo'lmasligiga va muammolarga yechim topishda albatta bor kuchimiz bilan harakat qilamiz deb va'da beraman. Сондай-ақ акция қатнасушылары Мойнақ районындағы жастар орайында болып өткен IT форум Қарақалпақстан 2025 ләжіне қатнасты.
Forumni o'tkazuvdan maqsad yoshlarimizni bu tarafga qiziqtiruv, bu orqali o'zlarining band etuv, frilanserlik bilan shug'ullanuv ko'zda tutilgan. Dunyoga ham O'zbekistonga belgili IT qanigalar o'zlarining seminar treninglarni o'tkazib, master klasslar o'tkazib beryapti. Ilaj barısında belsendi jaslarga esdalik sovg'alari topshirildi. Mo'ynoq bu Orol fojiasi barchamiz tashvishga soladigan narsa. Bu bo'yicha Ipak yo'li xalqaro turizm universiteti talabalari bilan birga bir g'oya o'ylab kelganmiz. Ekoturizmni rivojlantirish uchun va shu loyihamiz hozir eng yaxshi loyiha deb topildi va bizga mana shu kartinani sovg'a qilishdi. Bu uchun Mo'ynoq tuman hokimligi va qo'mitaga kattakon rahmatimizni aytamiz. Prezidentimiz baslamasi bilan Aral dengizining жағалауларын жақсылыққа, ko'klamzorlikqa aylantiruv maqsadida sho'lga chidamli o'simliklar yig'ilmoqda. Ham bu kutilganidan ziyod natija berib atirganligi albatta maqtanishli. Mo'ynoq City yaratilib, aymoqning infrastrukturasi butkul o'zgargan. Solay yetib 3 kunlik sayohatda o'z jumag'ina jetdi. Basilsa o'tmish ham bugungi kunda kelishik bilan baylantiruv imkoniyatiga ega bo'lgan yoshlar esda qolarli ta'sirlar bilan qaytdi. Solay yetib ekologiyalik aksiya o'z maqsadini erishdi. Orolda bo'layotgan voqealarni, u yerdagi aholining yashash darajasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Biz Orol dengiz fojiasini bartaraf etish uchun O'zbek Xalq Islomshunosi akademiyasi talabalari o'z takliflarimiz bilan chiqdik. Bu takliflar mas'ullar tomonidan tinglandi va ularni amalga oshirish biz yoshlarning qo'limizda va bu yerda yig'ilgan har bitta yosh Orol dengiziga kelajakda o'z hissasini qo'shish uchun jon jahdi bilan harakat qilishimiz kerak. Zero Orol bizning yuragimiz, uni qutqarish bizning burchimizdir. Aral tengizine poyezd ekologiyalik aksiyasi qatnashuvchilarning yuragida ulkan sezimlar, ulkan ta'sirlar bilan qoldi desek bo'ladi. Albatta bunday ilojlarning o'tkazilib turuvi ekologiyalik mashg'ulotlarda yoshlarning qatnashuvining arttirish hamda ichki turizmni rivojlantiruvda ulkan ahamiyatli sanaladi. Bugun ularda kuzatib soluv marosimida yuqori darajada o'tkazilmoqda. Biz de ularga aq yo'l tilab qolamiz.